Nvidia бұл барлығы сатып алғысы келетін компания, бірақ көбі ол компания немен айналысатынын және несімен тартымды екенін түсіне бермейді. Сондықтан бүгінгі видеомызда компания мен оның тарихы және болашағы туралы әңгімелейік. Бұл жусаны инвестициялар. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Компания 1993 жылы сәуірде Дженсен Хуан, Крис Малаховский және Кертис Примның арқасында пайда болды. Серіктестер компанияны қалай тез дамыту керегін білді. Ол үш өлшемді видео ойындар, есептеулерді ақпараттық жеделдету қажеттілігі. Стартап өзінің дамуын SEO бас атқарушы директоры Дженсен Хуангтың басшылығымен $40 000 басталды. Айта кетейік, компания $40 000 стартаптан қазір 750 миллиардтық капиталдандыруға жетті. Бір қызығы, бұл атау латынның Nvidia қызғаныш сөзінен шыққан. Сондай-ақ онда NV әріптері бар, ол Next Version, келесі нұсқа, сөзінің қысқартылған нұсқасы. Алғашқы жылы Nvidia өз өнімдерін жобалаумен және жылжытумен ғана айналысты. Өз өндірісі болмады. Содан кейін ғана олар серіктес тапты. SGS Thomson Microelectronics. Ол 0,5 микрон микропроцессор жасай алатын болған. Ал 1995 жылы мамырда компания нарыққа өзінің алғашқы NV1 мультимедиялық картасын ұсынады. Ол карта бір PCI тақтасында 2D графикалық өңдеу блогын, 3D графикалық үндеткішті, дыбыстық картаны және ойын контроллеріне арналған портты біріктіре алған. Алайда картаны әзірлеуге көп шығын кеткен. Нақтырақ айтсақ, $10 миллион инвестициялық транштың көп бөлігі жұмсалған. Бірақ карта Microsoft корпорациясының DirectX API мен үйлеспейтін квадраттық беттерді қолдануға байланысты шектеулі жетістікке жетті. Сондықтан NV2-ден бас тартып, компьютерлерге арналған компоненттерді жасауға көбірек назар аудару керек болған. Айта кетейік, дәл сол кезде барлығы болған. Direct3-ті қолдануымен, тіпті төмен нарықтық бағамен жоғарғы өнімділік Voodoo Graphics-тың негізгі бәсекелесі 3DFX Interactive-тен артта қалуға мүмкіндік берді. Нарықта 3D үдеткіштермен айналысатын 30 компания болды. Қазірдің өзінде бұл нұсқа танымал бола түсті. Бірақ 1998 жылы компания өзінің NV4 мен нарықты бұдан да зор таңғалдырған еді. Ол алғашқы 3D графикалық үдеткіш болды. Оның бәсекелестерінен артықшылығы 2D және 3D графиктерін параллель өңдеуде және трюколарды қолдануда болды. Тағы бір жылдан кейін Nvidia өз акцияларын биржада орналастыра бастады. Және кейінірек өздеріңіз көріп отырғандай, баға кеңістігін бағындыруды жалғастырып жатыр. Бір қызығы 2001-2002 жылдары 3DFX бәсекелес компаниясы патенттік Nvidia мен дауға қатысады. Нәтижесінде компания нарықтан бір жола кетіп, Nvidia-ның олжасына айналады. Салдарынан компанияның активтері барлық сауда маркаларымен және патенттермен бірге $70 миллион сатып алынады. Сондай-ақ былтыр компания Jetson Nano бір тақталы компьютер нарығына жасанды интеллектпен қолдау көрсетті. Жаңа модельдің өлшемі 70-40 мм. Сондай-ақ компания өкілдері 2019 жылы израильдік Mellanox компаниясын $6,9 миллиард сатып алуға ниет білдірген болатын. Ол деректер орталықтары мен жоғары өнімді есептеулер үшін InfiniBand және Ethernet коммутаторлары мен желілік адаптерлерін шығарады. Бұл келісім 20 жылдың 27 сәуірінде аяқталды және компания тарихында ең ірі мәміле болды. Сондай-ақ биыл компанияға Cumulus Network қосылған болатын. Ол желілік жабдықтауға арналған ашық бастапқы коды бар, бағдарламалық жасақтаманы жасауға мамандырылған компания. Мұндай сатып алулар кэштің айтарлықтай бар екенін және компанияның мықтылығы мен тұрақтылығын тағы бір рет көрсетіп отыр. Компанияның қазіргі жағдайы қандай? Nvidia осы жылдың 31 қазанында аяқталған 90-дық қаржы нәтижелерімен бөлісті. Есепті кезеңде Nvidia кірісі $7,103 миллиард құрады. Бұл компания үшін жаңа абсолют рекорд. 90-дық мәнде көрсеткіш 9%-ға, ал жылдық мәнде 50%-ға жақсарды. Басқа негізгі қаржы көрсеткіштері де жақсарған. Жалпы маржа 65,2%-ға дейін өссе, операциялық пайда жыл өткен сайын 91%-ға өсіп, $2,671 миллиард жеткен. Ал таза пайда 84%-ға $2,464 миллиардқа дейін жеткен екен. Ойын бөлімі бұрынғыдай ең көп кіріс әкеліп жатыр. Оның нәтижесі $3,221 миллион құрады. Бұл 2020 жылдың сәйкес 90-мен салыстырғанда 87%-ға көп. Бұл өте жақсы көрсеткіш.
Кіріс бойынша екінші орында бұрынғысынша деректерді өңдеу орталықтарына арналған кәсіби үдеткіштер. Шамамен $3 миллиард. Бұл жылдық мәнде 46%-ға өсімге сәйкес келеді. Ойын видеокарталары барлық кірістің 86,7% немесе 6,157 миллиардын құрайды. Nvidia бизнесінің барлық басқа бағыттары да жақсы өсім көрсетті. Ағымдағы 90-да Nvidia $7,4 миллиард, плюс-минус 2%-ді кіріс алады деп күтіліп отыр. Бұл ретте рентабелділік 65,3-67% деңгейінде сақталуы тиіс. Nvidia әлі де ARM-ді сатып алу туралы келісімді жабуға бел буып, реттеушілердің қажетті рұқсаттарын алуға үміттеніп отыр. Еуропалық одақ пен Ұлыбританияның реттеушілері бұған дейін мәмілені мақұлдаудан бас тартып, монополияға қарсы толық тергеу жүргізген еді. Сондай-ақ жақында қараша айының 8-11 аралығында өткен GTS 2021 конференциясында Nvidia үшті аватарларын құру үшін Omniverse аватар интерактивті платформасын жариялаған болатын. Қазір сарапшылардың қағаз бойынша консенсус болжамы $359. Біздің болжамымыз, яғни тек техникалық талдау бойынша бұл $360. Бүгінге осы, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, түрлі инвестициялар ұсынамыз. Көріскенше.